Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай тесік болып шығатын құймақтың жасалу жолымен бөлісемін. Құрамы өте оңай, сіздер де жасап көріңіздер. Бисмилля деп бастайық. Ең алдымен біз жұмыртқамызды жарып аламыз. Мендегі 4 жұмыртқа, ал егерде қолдың жұмыртқасын қолданам десеңіздер 2 жұмыртқа да жарайды. Осылай жұмыртқамызды араластырып аламыз. Артынша шекерімізді саламыз. Мен 4 қасықтай шекер саламын. Егерде шекерді тәттіні ұнататын болсаңыздар көптеу салуға болады. Ал енді араластырамыз. Әбден шекеріміз ерігенше сосын артынша 2 қасық, 3 қасықтай сұйық майымызды құямыз. Тағы да араластырамыз. Осылай араластыра отырып, кішкене қасықтың ұшымен тұз саламыз және араластырамыз. Енді бөлме температурасында тұрған сүтімізді құйып, осылай араластырамыз. Достар, құрамын описание бөліміне жазып кетемін. Осылай жылы сүтімізді құямыз. Бөлме температурасында тұрған мұздай сүтті құюға болмайды. Және де ұнымызды салып, осылай жай-жайдан осылай араластырып, ұнның іртігін ажыратып аламыз. Осылай ұнымыз ажырағанша құрамын араластырып тұрамыз. Осылай сұйық тәріздес болып шығу керек. Және қалған ұнымызды да саламыз. Тағы да араластырамыз. Осылай сұйық, әдемі тесто болып шығады. Осылай шығады. Енді газымызға табаны қойып, жай отта қыздырып, осылай құйып пісіріп аламыз. Табамызға сары май жағып жібереміз деп жұқалатып, бір жақсаңыздар болады, сосын ары қарай пісіріп кете бересіздер. Асты жабыспайды, әдемі болып, осылай сап-сары алтын түстес болып, блини шығады. Құймағымыз өте керемет шыққан. Осылай сіздер де жасап көріңіздер. Достар, менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды және тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын. Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер.
Жіберімізді әртін араластырамыз, еру керек. Сосын бөлме температурасында майымызды саламыз. Майымызды салып осылай араластырамыз әбден. Сол пирогқа қосатын қоспаларымыздың бәрі бөлме температурасында болу керек. Ал енді ұнымызды араластырамыз. Әбден араластырып болғаннан кейін тағы оның арасында тұзбен және қосымшамызды қосып жібереміз. Достар, описаниеға жазып кетемін астына не керек екен граммдарын, қоспаларын. Енді тағы араластырамыз. Осылай араластырып сұйық болу керек. Тестамыз сұйығымыз еріне қоюымыз теста болу керек. Әбден құмшекері, майы, ұны араласу керек. Енді оны қоя тұрып, алмамыздың сыртын ашып алып, алмамызды жуып алған тазалап, енді сыртын ашып, осылай жұқалап кесіп аламыз. Дәнектерін тазалап аламыз. Осылай 4 алма алдым мен. Осылай 4 алмамызды тазалап, осылай кесіп, дәнектерін тазалап, пирогымыздың бетіне орналастырып алдық. Енді қалған алмамызды кесіп дайын. Осылай. Енді тестаның үстіне 300 грамм творог қостым. Творог қосып әбден араластырамыз бұны. Достар, мен каналыма тіркеліп, құлдап, лайк басып, комментарий жазып ұмытпаңыздар. Және де осы рецептпен пирог пісіріңіздер. Алма пирогы өте керемет шығар. Енді ыдысымызды алып, осындай кондитерлік қағазымызды төсеп астына тестамызды құямыз. Енді алмамызды бетіне орналастырамыз. Төрт алманың бәрін орналастырып шығамыз ретімен. Осылай орналастырып 170 градуста 35-30 градусқа минутқа бітіріп аласыздар. Пісіріп, осылай тегістеп салып, енді 170 градуста 30 минутқа пісіріп алдым. Алма пирогымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте керемет шығады. Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін жасайтыным қуырш жасаймын. Қуырш 3 заттан жасалады. Жұмыртқа және шын тұз және ұн. Ең алдымен жұмыртқамызды жарып, ыдысымызға салып аламыз. Сосын шын тұз саламыз, сосын ұнымызды салып илейміз. Осылай ұнымыз жеткенше илейміз. Қою болғанша, қамыр болғанша. Енді қамырымызды алып, 15 минут, 1,5 сағатқа тұндырып қоямыз. Шамалы басып бірігіп тұнып тұру керек қамырымыз. Сол кезде әдемі жайылады қамырымыз. Енді тұнып тұрған қамырымызды алып, оны жұқа қылып жаямыз. Енді бір зуалап деп айтпай қойын, бір зуалаптан кішкентай зуала болады. Енді оны жұқа қылып жаямын. Осылай жұқалатып жаю керек. Біреулер қалың қылып жаяды, мен өзім жұқалатып жаямын. Осылай жұқалатып жаямыз, ұн себебіміз жабысып қалса. Өзінің жұмыртқаның өзіне иленген соң жабыспай жайылады. Осылай жұқалатып алдым, жайдым. Осымен енді кеземіз. Ұзын қылып кесіп алып, төрт бұрыштап турап, қызып тұрған майымызға қуырсымыз саламыз. Майды бірінші қыздырып алыңыздар, сосын жай басып қойыңыздар. Сосын жай отта
пісіріп аламыз. Уже қызарған кезде бірден алу керек, күйіп кетпесін. Қатты қыздырып жібермеңіздер, майды осылай салып пісіріп аламыз. Өте күтірлеп, әдемі болып шығады. Сосын шыққан соң ыдысымызға салып, бетіне сгущенка или шоколад болса, шоколадты ертіп құйсаңыздар болады. Мен сгущенка құйдым. Көрсіңіз, өте керемет күтірлеп шықты. Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма подписать етіп және қолдап кетіңіздер. Бүгін де жасайтыным күлше нан пісіремін. Күлше нан пісіру үшін бізге жылы сүт керек. Сүтімізді жылытып аламыз. Және бөлме температурасында тұрған жұмыртқамыз керек. 2 жұмыртқа қостым. Және сары майымызды ерітіп қосамыз. Тұз, 1 қасық күнжекер және дрожж саламыз. Және оған ұнымызды салып, осылай қамыр илейміз. Күнжекер 1 қасық қостым, үлкен қасықпен 1 қасық. Осылай қамырымызды жұмсақ болып иленіп шығады. Қатты қылып илеп жібермеңіздер. Осылай болу керек. Енді салапан үйшікті алып, бетіне жауып, 2 сағатқа жылы жерге орап қоямыз. Енді қамырымыз ашыды, көтерілген. Енді алып, күлше жасап, матаның үстіне қойып қоямыз. Оны 10 минутқа қоямыз. 10 минуттай тұрғаннан кейін күлшеміз көтеріліп әдем болып тұрады. Сосын енді пештің табасын әкеп орналастырамыз. Пісіріп жүрген таба болса, май жақпай қойыңыздар. Ал пісірмеген таба болса, май жағып жіберіңіздер. Шұқалатып май жағасыздар. Мен май жаққан жоқпын, өзім пісіріп жүрген табам. Осылай күлшемізді орналастырып аламыз. Ортасын басып шығамыз осылай. Және де белгіге шұқып әдемеп әсемдігі үшін белгімен жасап шығамыз. Және де жұмыртқаның сарысы керек, ағы керек емес. Сарысын алып, 1 жарты қасық шекер қосып жібереміз жұмыртқаның сарысына. Осылай күлшеміздің бетіне осылай жағып шығамыз. Сап-сары болып, әдем болып шығу үшін. Жұмсақ нан болып шығады. Достар, менің рецебіммен жасап көріңіздер. Әдемі болып, арасы ашық болып, күтірлеп піседі. Енді ортасына мак себеміз. Жан-жағына күнжіт сепсеңіздер де болады. Мен ұмытып кетіппін. Енді 170 градуста 25-30